Баршаңызға қайырлы күн. Рамадан айының қарсаңында сіздерге жасалуы оңай әрі қолжетімді ингредиенттерден тұратын рулеттің рецебін ұсынғым келіп отыр. Дайын фаршқа теркадан өткізілген 1 дана пияз, 3 түйір сарымсақ, алдын ала сүтке бұқтырылып үгітілген 3 дана нан, 1 жұмыртқа, тұзын, қара бұрышын салып, 10 минут жақсылап араластырамыз. Араласқан соң 30 минутқа тоңазытқышқа қоямыз. Уақыт өткен соң пергамент қағазға фаршты салып, домалатып ұрғылаймыз. Піскен жұмыртқаларымызды тізбекке қойып, рулет етіп ораймыз. 3 қатар шанышқымен шаншып шығып, жұмыртқамен сыртын барлық жағынан сылап шығамыз. 180 градусқа 30-40 минут духовкаға пісіріп аламыз. Дайын болған рулетті әдемілеп кесіп, астына салат жапырақтарын салып, мынандай етіп ұсынамыз.